Бұл түні тең ойын болды. Нұршаттың бетінен 2 рет сүйіп, 2 рет төрден есікке дейін арқалап апарды. Шамды өшіріп төсектеріне жатқаннан кейін де араларында әзіл-күлкі тыйылған жоқ. Баяғы бала кездерін есіне алды. Бір кезде Тоқтас, қолың сия-сия боп жүруші едің ғой, деді Нұршатқа. Сонда сол сияны сенің бетіңе жағуым керек екен деп, ол да сықылықтай күлді. Келіншегінен қайткен күнде де асып түскісі келгенде Тоқтас тағы да аяғындағы етігің гөр-гөрп етіп жүруші едің ғой, деді. Апамның етігі болатын, деді Нұршат күлкісін тыйып. Өзіңнің етігің жоқ па еді? Сен де шалбарыңның жыртығынан дізең жылт-жылт етіп жүруші едің ғой. Нұршат зілсіз айтса да мына сөз Тоқтасқа ауыр тиді. Өкпелеген боп теріс қарап тоңқиып жатты. Нұршат соған да ашуланып қалдың ба деп мойнынан, қолтығынан қытықтаған болып еді, міз бақпады. Өкпелемеуіне де болатын еді. Әйтеуір өкпелегісі келді. Теріс қарап тоңқиып жатып та, сол кезде де маған көз қырын салып жүрген екен-ау деп іштей ойлады. Өкпелесе де келіншегіне көңілі жылып жатты. Таңертең түнгі өкпесін ұмытып, қайтып жайраңдап-ақ кетуіне болар еді. Намысы түспегір, өкпелесең дұрыстап өкпеле, өкпелеген күйі қойға кетіп қал, деді. Сол намысты тыңдады да, үн-түнсіз киініп, түсте келмейсің бе деген келіншегінің сұрағына да жауап бермей, қамшысын бүктей ұстаған күйі сыртқа шығып, бірден атына беттеді. Шыққан бойда қойды біраз ұзатып жайып кетті де, күн түске таянған сәтте қайтадан ауыл маңына таяды. Астындағы атын тұсап, етекке жайылып жатқан қой арасына қоя берді де өзі қыр басына шығып, тобылғының тасасында жатып, үй жаққа қарады. Нұршат самаурын қойып жүр екен. Жер ошақтан да түтін көтеріліп жатыр. Түскі астың қамына кіріскен екен деп ойлады Тоқтас. Енді екі көзі төрт болып мені күтіп отыр-ау. Іші жылып қалды. Таңертең нәр татпай шыққандықтан қарны ашқан. Тамақты ойлағанда атына міне сап үйге қарай шапқысы келді. Бірақ намысы түспегір, өкпелесең дұрыстап өкпеле деп етегінен басып жібермей қойды. Тобылғының тасасында жатып Нұршаттың үйден шыққанын көрді. Үйге қайтып кіргеніне қарап, сымбаты қандай, жүрген жүрісі қандай деп, айналайын деп сыртынан еркелетіп қойды. Менің шалбарымның жыртығын қайдан ғана еске салдың? Болмағанда ғой қазір жайраңдап жаныңда жүретін едім. Келесі қырды асып, бытырап жайылып бара жатқан қойларын суатқа құлатып келіп, тағы да тобылғының тасасында жатып, үй жаққа қарады. Қараса үй жанында самауыр жоқ, жер ошақтан көтеріліп жатқан түтін де жоқ. Нұршаттың шынымен ақ мені күтпестен шайды өзі ішіп жатқаныма деп ойлады Тоқтас. Қарны әбден ағашты. Атына міне сап, тамақ суымай тұрғанда жетіп баруға да бекініп еді. Әттең намысы түспегір, тағы да шыдап бақ, абыройыңды төкпе деп етегінен басқаны. Қойларды суаттан өргізіп келіп, тағы да қыр басындағы тобылғының тасасынан үй жаққа қарады. Ешкім көрінбейді. Самауыр да, жер ошақтағы көтерілген түтін де жоқ. Қара үйдің есігі жабық. Осы Нұршат үйде мекен өзі деп ойлады Тоқтас. Мен оған өкпелеп жүргенде, ол маған өкпелеп ауылына тартып кетіп жүрмесін. Ойпырмай, сөйтіп жүрмесе етті. Осылай ойлау-ақ мұң екен, Тоқтастың берекесі кетті. Тобылғының касасын қойып, қыр басына шығып үй жаққа дұрыстап қарады. Қара үйден ешкім шықпайды. Не де болса барып, біліп келсем екен деп дегбірсізденіп еді. Тағы да әлгі намысы түспегір, келіншектің алдында берекесі болып көрінбе, шыда деп болмай қойғаны. Енді кешті батыра алмай қойды. Теңселіп әрлі-бері ұзақ жүрді. Күнде ерексі бір орнынан жылжымай қойғандай. Үйге күндегісінен ерте қайтқысы келіп еді ерегіскенде, 7 жылдан бері шөп көрмегендей, қойлары жерге жармасып, бастарын бір көтерер емес. Сендердің есептерің түгел-ау, деді Тоқтас, бытырап жайылып жүрген қойларын үйге қарай әзер бұрып жүріп. Сендерге шөп болса болды ғой, жұрттың келіншегі үйде ме, әлде төркінді кетіп қалды ма? Онда шаруаларың жоқ. Қойларын қырдан төмен құлатып, өз үйдің жанына келіп, аттан түсті. Бірақ Нұршат шыға қойған жоқ. Келгенін білдіргісі келгендей, бір-екі рет жөткірініп те қойды. Ешқандай дыбыс білінер емес. Әй, масқара болмасам етті, деді ол.
атының шылбырын қазыққа байлап жатып. Тоқтасын келіншегі кетіп қалыпты дегенде естісе жұрт бетін шымшып күлер. Апамше, ойбай ол кісі ести көрмесін. Үйге қарай салы суға кетіп, аяғын самарқау басып келе жатты. Үйдің есігінде батылсыз аша беріп, шайы шымылдықтың дір ете қалғанын байқады. Үйде екен ғой деп көңілі орнығып, төр алдында жайылған дастархандағы етке бас салғысы келді. Тағы да намысы құрғыр, так-так деп жібермеді. Бұл төр алдына жантайып, енді жата берген кезде шымылдық ішінен Нұршат шықты. Қабағында кірбің бар. Бірақ ләм деп үн қатқан жоқ. Үн-түнсіз күйі самауырды көтеріп сыртқа кетті. Ол сыртқа шығысымен-ақ Тоқтас дастархандағы тамаққа бас қойды. Намысы шыда, сабырлы бол деп-ақ еді. Оны тыңдар мұршасы болмады. Нұршат қайтып үйге кірген кезде Тоқтас табақты босатып та қойған екен. Нұршат көзінің астымен бұған бір, босаған табаққа бір қарады. Бірақ үндеген жоқ. Жайшылықта болса, қарның ашқанақ екен деп күлер еді. Оған бұл да қосылар еді. Сәлден соң қайнаған самауырды кіргізіп, бұған шай құйып берді. Тағы да екеуінің арасында әңгіме бола қоймады. Тоқтастың бірдеңе деп сөз бастағысы келді дағы ретін таппай-ақ қойды. Шайдан кейін үй жанында иіріліп жатқан қойларын бір айналып келді де шешініп шымылдыққа кірді. Енді Нұршаттың жатуын күтті. Ерегіскенде ол ыдыс-аяқ жуып, үйдің ішін жинастырып, бір шығып, бір кіріп жүріп алғаны. Нұршат жатсайшы енді деп айтуға батылы жетпеді. Ақыры шымылдықты түріп, шайы көйлегі сусылдап келді жанына. Әуелде екеуі бір-біріне тоң теріс күйде үнсіз жатты да, сәлден соң Тоқтас бұрылып, оны құшақтады. Келіншек үндемеді, бірақ қолында қаққан жоқ. Содан соң мойнын қытықтады. Тағы да үн жоқ. Кеудесіне қыса, қайта құшақтай беріп Тоқтас айналайын деді. Айналайын деген кезде даусы дірілдеп, ет бауыры елжіреп кетті. Сол-ақ екен келіншегі жуасымен, түсте келмедің ғой деді. Әдейі келгенім жоқ деп қалай айтсын, олай деуге аузы барар ма? Таңертең қойды ұзатып кеткен екемін, содан жануарлар жайылсыншы деп, соларды аяймын деп үйге жете алмай қалғаным. Осылай деді де ол келіншегін қайта құшақтады. Содан соң-ақ әңгімелері жарасып кетеді. Ұйықтай қояйық деп жатқанмен ұйқылар келмеді. Тоқтас келіншегіне сені кетіп қалдым екен деп қорыққаным деді. Қайда кетем сені тастап деп Нұршат күле сөйледі. Айналайын деп Тоқтастың даусы елжіреп кетті. Мына үйдің де, құла түздегі жайлаудың да жалғыз сәні шымылдық ішінен естілген сыбыр мен келіншектің сыңғырлай күлген күлкісі ғана еді. Екеуі таңның атқанын білген де жоқ. Гүр өтіп кеп үй жанына машина тоқтаған кезде ғана ұйқыларынан шырт оянды.